Сендермен Берипикс, мен бүгін ағылшын тіліндегі сөз алдына қосылатын қосымшаны түсіндіретін боламын. Бүгін бізге келіп түскен an деген қосымша. Міне былай жазылады. an болып айтылады. Сөз алдына тұратын қосымша. Бұл сабағымыз өте оңай. Мұқият тыңдатсаңыздар, міндетті түрде түсінесіздер. Бұл сөздің, яғни сөздің зат есім болсын, етістік болсын, сөздің алдында тұрады. Жай ғана қосымша болып есептелінеді. Енді мысал ретінде түсіндірейін. Мысалы, дресс деген сөз бәріміз белгілі сөз деп ойлаймын. Дресс киіну деген сөз. Ал егер осы дресске анды алдына қоятын болсаңыз, ол болымсыз болады. Андрес шешіну болып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Do істеу болса, undo жою деген мағынаны білдіреді. Like, бұл жерде like'ты екінші мағынасына ұқсас деген сөз. Like ұқсас, unlike ұқсамау деген сөз. Noun белгілі, unknown белгісіз. Kind мейірімді, unkind мейірімсіз. Көрдіңіздер ғой, бәрі оп-оңай.